Үйдің тірлігі бітпейді. Жақсы апа, шыда аз қалды. Аз қалды, шыдауым керек. Жух, қазір емес. Не болды? Ішім қатты. Болды, ауруханаға барамыз. Сен үйдің тірлігін аяқтамай кетіп қалдың. Апа, мен ауруханада. Әйел адам шыдамды болу керек. Бұл сәт өте ауыр болады. Босану бөлмесінде жалғыз, қолында телефон, ал ар жағында енесінің реніш даусы. Қош келдің жаным. Біздің бақыт. Кенеттен дәрігердің айтқаны ерлі зайыптыларға ауыр тиеді. Апам баламыздың диагнозын білмей ақ қойсыншы. Анасына баланың ерекше болғаны емес, оны енесінің қабылдауы уайым болды.